Бүгін халыққа қызмет көрсету жолында елеулі еңбек етіп жүрген қос сала өкілдерінің кәсіби мерекесі. Полиция күнімен мемлекеттік қызметшілердің атаулы датасын аудан басшылығы назардан тыс қалдырмады. Арнайы құттықтауға барып қайтқан аймақтағы әріптес жалғастырсын. Бүгін 23 маусым. Тәртіп сақшылары күні. Осыған орай Қордай аудандық мәдениет үйінде заң мен тәртіп сақшыларына тағзым атты мерекелік шара ұйымдастырылды. Жиын барысында сала мамандарының еңбегі ерекше аталып өтіп, бір қатар қызметкерлер марапатталды. Мерекелік жиын аудандық мәдениет үйі өнерпаздарының концерттік бағдарламасымен басталды. Мұнда полиция қызметкерлері, сала ардагерлері мен тұрғындар көп. Салтанатты шараның алғы сөзін айтқан аудан әкімі тәртіп сақшыларының қоғамдағы орны мен ел қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі маңызды қызметіне тоқталды. Қордай ауданында құқық бұзушылықтың алдын алу, қоғамдық қауіпсіздікті нығайту және тұрғындардың заңды мүдделерін қорғау бағытында атқарып жатқан еңбектеріңіз зор құрметке лайық. Қызметтік міндеттеріңізге адалдық танытып, халық сенімін ақтап жүрген барлық полиция қызметкерлеріне алғысымды білдіремін. Бірқатар полиция қызметкерінің аудан әкімі мен құқық қорғау органдары басшылығының марапатына ие болғанын да айта кетейік. Мерекелік шара барысында ішкі істер органдарына ұзақ жылдар еңбек еткен ардагерлерге де ерекше құрмет көрсетілген. Еске салайық, бүгінде Қордай ауданының полиция бөлімінде 208 тәртіп сақшысы қызмет атқарады. Қазір ардагермін. Тілейтін осы жастарға тек қана жақсылық болсын, жұмысы қиын. Бірінші рядтарда өсіп тек қана кімдер тұрады? Полиция қызметкерлері тұрады. Тілейтін оларға енді жұмыстар ала баса берсін. Бүгін сондай-ақ мемлекеттік қызметкерлердің де кәсіби мерекесі екенін еске саламыз. Түсте тәртіп сақшыларына арналған іс-шара кеш қарайғанда осы саланың өкілдерін құттықтауға жалғасты. Бұл салтанатты жиынға да арнайы келіп сөз сөйлеген аудан басшысы әріптестерін үнемі ел үшін елеулі еңбек етуге шақырады. Айгерім Қожабайқызы, Дәулет Акимов, Қордай 24 Ньюс.